Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Отырамыз. Старысты бүгін кім жоқ сабақта? Сәлеметсіз бе? Бүгін сабақта бүкіл оқушы түгел. Жақсы. Құрметті білім алушылар, бүгінгі тақырыбымызға бастамас бұрын, бүгін қандай тақырып өтетініміз туралы біліп алайық, иә? Назар экранда. Итак, для начала выставляем камеру в центре помещения, желательно на высоте около 1,5–2 метров от пола. Выставляем в нее тип панорамы и тип панорамы эквуэстению. Все остальные параметры выставлены автоматически, и они уже вам подходят. После рендера можно дополнительно обработать фото, и все, готово. Что такое 360 панорама? По сути, это та же текстура, но наложенная на сферу. Когда в каком-либо движке, на каком-либо сайте вы видите подобные панорамы, по сути, вы находитесь внутри такой сферы. С помощью технологии 360 панорама может быть прикреплена к конкретной точке на плане. Таким образом, давая максимум информации о помещении. Если вы хотите приобрести себе такой же для панорамы визуализации. Ал, құрметті білім алушылар, бүгінгі тақырыбымыз қандай? Не туралы екен? Кім түсінді? 3D панорама және виртуалды шындық. Ал, ендеше дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз 11 қазан. 3D панорамаларды және виртуалды шындықты жасау тақырыбымыз. Бүгінгі тақырыбымыз 3D панорамаларды және виртуалды шындықты жасау. Енді сабағымызды бастайтын болсақ, фотопанорама дегеніміз не? Панорама бұл бірнеше кадрдан жинақталған жалпақ фотосурет. Панораманың барлық фотосуреттері екі мақсатта жасалынады. Яғни, нысан кадрға сәйкес келмейтін жағдайларда көру бұрышын арттыру үшін, кескен детальдарын жақсарту үшін. Екінші, 3D панорама 360 дегеніміз не? 3D панорама немесе 360 панорама түсіндіру нүктесінің айналасындағы кескіндіктің барлық жағынан көрсетуге мүмкіндік береді. Интерактивті ол фотосурет. Панорама арнайы 360 камерамен түсіру кезінде кемінде 2 кадрда немесе ауыспалы линзалар бар камералар сияқты өрісі жақсы фотоаппараттармен жасалынады. 3D панорама 360 дегеніміз, ол 3D панораманың бір қатар тамаша мүмкіндіктері бар. Және ең әсерлісі, 3D панорама арқылы жасалынған қатысу әсері ол көрермендерді экранға көрсетілген кеңістікке толығымен батырады. Шын мәнінде бұл сандық фотосурет ол түсіндіру орнын қоршап тұрған бүкіл кеңістікті бейнелейді. Техникалық тілде 3D панораманың көлденеңінен 360 және тігінен 180 градусты құрайды. Басқаша айтқанда, айналаңыздағы көрген барлық нәрсені сіздер виртуалды көресіздер. Яғни виртуалды шындық дегеніміз сіздер қазіргі технология бойынша VR деген технологиямызды білесіздер. Сол бойынша сіздер очки таққан кезде не боласыздар? Басқа әлемге енгізіп жүреді. О жерде сіздер жанға да, төменге де, барлық жаққа қарасаңыздар 360 градуста виртуалды шындықты көресіздер. 3D панорама бізде 3 түрі бар, яғни сфералық, цилиндрлік, кубтық. Сфералық бұл көру бұрышы көлденеңінен 360 градус және тігінен 180 градусты қарауға шектеулері жоқ. Еден мен төбені қосқанда барлық бағытты алатын сурет. 3D панорама түрлері. Екіншісі цилиндрлік. Көру бұрышы көлденеңінен 360 градус және тігінен шамамен 150 градус сіз көзқарасты айналдыра аласыз. Бірақ тігінен төмен және тігінен жоғары қарай алмайсыз. Төменнен тікелей көру нүктесінен және еденнен төменге қарай алмайсыз. Көз қарас болады. Яғни сіздер тек қана жанын ғана көре аласыздар. Кубтық панорама дегеніміз, панорама текшенің ішкі жағынан проекцияланады. Сфералық панорамамен салыстырғанда текше панорама артықшылығы мынада. Дайындау, сақтау, тасымалдаудың қарапайымдылығы, өйткені күрделі пішінді бетпен емес тек текшенің алты бетімен жалпақ және шаршымен жұмыс істеу керек.
Біз 3D панораманы қай жерлерде қолданамыз? Өздеріңіз білесіздер ме, қай жерде көрдіңіздер 3D панорама дегеніміз? Мери? Үй құрастырар алдында 3D панораманы қолданып проектісін шығарып алады. Мерейдің ойын толықтырып түсіндіре кететін болсам, қазіргі панорама басым көпшілігі Google Maps сияқты қызметтер үшін немесе коммерциялық және тұрғын үй жылжымайтын мүлікті, немесе сәулетшілер, дизайнер мен құрылысшылар портфолиоларын жарнамалау үшін жасалынады. Бір 3D панорама бөлменің бірнеше фотосуреттерін ауыстыруға мүмкіндік береді. Кейбір жағдайларда бұл қаржылық тұрғыда айтарлықтай тиімдірек. Яғни сіздер мысалы біз қарапайым тілде айтқанда, бізде үй алған жағдайда біз үйдің ішіне жиһаз қоюымыз керек, тағы да басқа заттарды орналастыру мақсатында біз не істейміз? Виртуалды үйімізді көріп алуымыз керек. Сол виртуалды үй арқылы біз дизайнерге жүгіне аламыз. 3D панораманың құру кезеңдері бізде 4 кезеңнен тұрады. Яғни 3D панорамаларды суретке түсіріп аламыз бірінші. Екінші 3D панорамаларды тігеміз. Үшінші фотосуретті ретуштаймыз. Графикалық файлды 3D панорамаларды түрлендіреміз. Бұл жерде фотосуреттер ретуш дегеніміз, яғни біз монтаждаймыз. 3D панораманың бізге берілген өзінің нүктелері бар. Яғни бізге берілген бір бөлме болсын, ғимарат болсын, біз барлық жағдайда біз тек қана қай жерде түсіруіміз керек екен? Ортасында түсіруіміз керек. Неге бізге шетіне түсіруге болмайды? Маған сұраққа жауап береді Оралбек. Өйткені комнатаның шетінен түсірсең 360 градусқа айнала алмай қаласың. Яғни біз 3D панорама біз қанша градус қамтамасыз етуіміз керек? 360 градусты қамтамасыз етуіміз керек. 360 градус және біз бұрыштарын көруіміз керек. Бүгінгі сабағымызды, осы тақырыбымызды пысықтайтын болсақ, біз онда ұялы телефондарымызды алайық. Қазір алдарыңызға Kahoot бағдарламасындағы QR кодты қоямын. Сол QR код арқылы сабағымызды пысықтаймыз. Сұраққа барлығымыз дұрыс жауап бердік. Яғни бізде барлық жауап дұрыс. Ендеше осы Kahoot бағдарламасы бойынша бізде кім үздік болды екен арамызда? Үшінші Еркебұлан, екінші Мерей, Төлеген. 9831 балмен Төлеген басып озды. Яғни сіздердің қазіргі айтылған балдарыңыз жалпы бағалауға қойылатын болады. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз бойынша студенттер, бүгінгі тақырыбымыз бойынша қазір сіздерге бірінші тапсырма, бұл топтық тапсырма. Яғни берілген 3 түрлі бізде дене, соны берілген қазір А4-ға денені салатын боламыз. Бұл тапсырмаға 5 минут уақыт беріледі. 5 минуттың ішінде қай топ бірінші бітіреді, сол топқа жалпы баға қойылатын болады. Тездетейік, жылдамдатайық. Берілген пішіндерді, денелерді біз моделін шығаруымыз керек. Ал құрметті студенттер, біздің уақытымыз бітті. Яғни бірінші топ бойынша сіздерде кемшіліктеріңіз, сіздер модельді қисық жағынан қарастырып қойғансыздар. Жақсы ғой, соны ескереміз. Ал екінші топ бойынша көрейік. Екінші топ бізде көбінесе жазықтықта орналасқан
нені алған екен, модельді. Яғни бұл жерде сіздер қатты бұрап қойғансыздар. Ал бізде келесі үшінші топ. Үшінші топ бізде ауада, яғни кеңістікте орналасқан денелер салған екен. Бұл кеңістікте орналасқандықтан бұларда не болу керек? Көлеңке болу керек. Яғни сіздер көлеңкесін сызбаған екенсіздер. Бұл барлық айтқан кемшіліктер сіздердің қазіргі Excel бағдарламасы арқылы бағаланатын сіздердің бағаларыңыз сол бағдарламаға қойылатын болады. Ал бізде енді келесі екінші тапсырмамыз практикалық тапсырмамен бекітейік. Құрметті студенттер, мына алдымызда тұрған бізде әскери полигон, яғни бұны сіздер өздеріңіз жасадыңыздар, сызбасын сызып, міне бізде 3D моделі дайын болғаны. Яғни бұл 3D модельде бізді не қолдандық? Бағанағы тапсырма бойынша бізде сызылған денемізді құрасты 3D принтер арқылы осындай бізде не пайда болды? База дайын болды, макеттер дайын болды. Міне өздеріңіз енді бір ауыздан қандай детальдарды қолданғандарыңызды айтып отырыңыздар. Мен бұл танкіні 3D панорама арқылы құрастырған болатым, және лего жиынтықтар арқылы мен осы танкіні істеп шығардым. Мына біз штатты Арнұр екеуміз құрастырдық. Біз бұны құрастыру үшін қабырғаларын 3D принтермен істеп алдық, және де бұған күн сәулесінен энергия алатын батареялармен энергия береміз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, біз бағана сіздерге өздеріңізге айтқандай Excel бағдарламасы арқылы біз баға шығаратын боламыз. Яғни бұл жерде бірінші топ, яғни бірінші, екінші, үш топқа бөлінген. Бізде болған үш тапсырма бойынша бізде бірінші топ бізде 90 деген балл. Екінші кезең бойынша сіздерге 85, үшінші кезең бойынша сіздерге 93 деген балмен, жалпы сіздерде 89-да 3 балл шықты. Ал екінші топ бізде 80, бірінші тапсырма бойынша, екінші тапсырма бойынша 85 балл, үшінші тапсырма бойынша бізде 78 балл. Құтты болсын. Үшінші топ 85, екінші тапсырма бойынша 89 балл, үшінші тапсырма бойынша 90 балл. Яғни сіздерде общий баға, барлық қорытынды баға 88 балл. Бізде бүгінгі сабағымыз бойынша өз білімдерімен озық шаба білген бірінші топ 89 балмен алға шықты. Ендеше келесі бізде, ал құрметті студенттер, бүгінгі тақырыбымыз бойынша үй жұмысына жазбаңыздар. Бірінші үй жұмысы бізде жаңа тақырыпты оқып, қысқаша мазмұнын айту. Екінші, тақырып бойынша келесі сұрақтарға жауап береміз. Үшінші, 3D панорама дегеніміз не? 3D панораманың қандай түрлері бар? 3D панорамалар жасау үшін қандай қадамдар бар? Виртуалды тур дегенімізде кестені толтырамыз. Яғни кесте бізде екі кестеден тұрады. Біреу виртуалды турдың артықшылығы және кемшілігі. Яғни заманауи тілге айтқан кезде плюс мен минусын біз анықтауымыз керек. Үй тапсырмасы осындай. Ал құрметті студенттер, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, алған әсерлеріңізбен рефлексия, яғни бізде қазіргі берілген смайлик арқылы өздеріңіздің сезімдеріңізді білдірсеңіздер. Бірінші топтан Мерей. Жақсы. Екінші топтан бізде Төлеген. Осы сабақтан қанағаттанатындай әсер алдым. Сосын мен жас топ. Жақсы. Үшінші топтан бізден Еркебұлан келе ғой. Алған әсерің? Жақсы. Ендеше бүгінгі сабағымыз осымен тамам. Үй жұмысын орындап келеміз. Жақсы ма? Келесі кездескенше сау болыңыздар.